Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim. Расында барлық мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Алла Тағаланы мақтаймыз, одан жәрдем сұраймыз, оған тәубемен ораламыз. Алла Тағаланың игілігін, сәлемін, берекесін ардақты да сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға нәсіп болуын сұраймыз. Құрметті достар, құрметті бауырлар, Алла Тағала баршаларымызға пайдалы білім нәсіп етсін және ең бастысы қасиетті Құранды оқыған кезінде түсініп оқуды нәсіп етсін. Қасиетті Құранға жақын болуымызды баршаларымызға нәсіп етсін. Енді сол мақсатта да қасиетті Құранды Алла Тағала көптеген аяттарда келтіреді. Сол бір аяттардың бірі «Афәлә ятадаббарунал Құран» дейді. Олар Құранның аяттары туралы ойланбай ма дейді, пікірлемей ма дейді. Әмма аля құлубин ақфалуха, немесе олардың жүректерінің үстінде құлпы бар ма дейді. Көптеген аяттарда оқып отырсаңыз Құранда, осы Құранның аяттарын ойлау, пікірлеу, ұғыну, түсіну, Құранға жақын болу, осындай нелерді келтіреді. Енді былай тікесінен кіріп кете салайық. Кеше кіріспесін айттым, осында бауырлар отырды, бір оқиғаны айтып бергем. Ол оқиға осыдан жаңа пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам дүниеге келместен бір 50 жыл бұрын болған оқиға айттым. Йеменмен шекарасында Нәжран деген қазіргі елді мекен бар. Йемен республикасымен шекаралас Нәжран деген. Қазір Саудияның территориясы. Сол кезінде Йеменге қараған, Йеменді Зунуас деген бір араб, бірақ өзі жаңа Яхуди дінін ұстанған біреу басқарған сол заманда. Зунуас деген екі самайлы деген мағынаны білдіреді. Анау Яхудилерде мындай самай бар ғой, бүйтіп жерде түсіріп қоятын, соны айтады Зунуас деген ше. Өзі кейін жаңағындай сиқыршылыққа ауысып патша болса да, бүйтіп жаңағындай бір баланы сиқырға үйретем деп, ол бала кейін мұсылман болып, сол баланың себебінен жаңағы Нәжран деген жерде біраз елді мекенде көп, сол ауылдың көп тұрғыны 10 мың деп айтады, бәрі мұсылман болады. Сол баланың себебінен бәрі мұмин болады деп айтады, мұсылман болады. Бірақ жаңағындай патша, залым патша, жаңағы мұсылман болған сол адамдарды дініңнен қайт, дініңнен қайтасың ба? Жоқ, қайтпаймын. Қайтпасаң жаңағындай үлкен ор қазған, ішін отқа толтырған, бір-бірден жағып өлтіреді. Сол оқиғаны осы неде келтіреді, Бурж сүресінде. Неге олай болды, және не үшін Алла Тағала оның кегін қайтармады? Сол хикмет, мұсылмандардың Алланың дінін ұстанған, Аллаға иман келтірген мұсылмандардың кегін неге қайтармады Алла Тағала? Сол мысалға көптеген сұрақтар бар ғой, мысалға неге Алла Тағала мұсылмандарға жәрдем бермейді деген сияқты нәрселер бар. Неге мұсылманға тиісіп жатқан кезінде кәпірдің қолы үзіліп тұсқамайды деген сияқты. Неге Алла Тағала жаңағы мешіттер қиратылып жатыр? Неге деген сұрақтар болуы мүмкін мысалға да. Соның қазіргі ең бір адам жауабын таба алмай жүрген нені осы Құранда, осы именно осы сүреде Алла Тағала айтады. Егер жақсылап не істейтін болсаңыздар, жауабын береді. Түсінесіздер де соны не үшін екен. Алла Тағала келтіреді, баяндайды. Бұл сүре меккелік сүре. Білесіздер, Меккеде не болып жатыр? Меккелік кезеңде қандай жағдай болып жатыр? Сахабалар қиналып жатыр. Күніге бір сахабаны жұлып алып кетеді да, ұрып қинап жатыр, азаптап жатыр, отқа салып жатыр. Шынымен анау жаңағы бір сахабаны, темірші сахабаны, өзінің жаңағы бірақ қол бас несі бостандығы жоқ. Теміршілікпен, ұсталықпен істейді, соны жаңағы мұсылман болғанын біліп, әйел бірақ қожайыны, оны жаңағы көрікте тұрған темірмен қызып тұрған арқасын басады, сосын шоқта келіп жерге төсеп, соның арқасын жаңағындай не істейді, күйдіреді, жатқызып қойып. Ол байлап тастап қояды. Сонда келген, сол қозғаламайды, аяқ қол байлаулы жатыр. Сонда анау арқасынан аққан сөл, сөйтіп жаңағы шоқты өшіргенше жатқан ғой. Ол тастап кеткен. Кейін мұсылман жаңағы үстемдікке жеткен кезінде сахабалар аш арқаңды аш деген кезінде арқасын ашқан кезінде шоққа күйіп қалған белгілі ана не ғой, бүкіл теріс түсіп қалды, аппақ болып жылай деген ғой. Арасында аш арқаң дейді дегенде ана қиналған сахабалар жылайды. Сондай жағдайлар болған ғой. Сондай болып жатыр, сахабалардың басынан өтіп жатыр. Ал бұл ол сахабалардың сол қоғаммен, сол меккелік кезеңмен не байланыстырады деген кезінде Алла Тағала тастап жатыр. Міне осындай дін үшін иманнан қайтпай Алла үшін өтіп кеткен адамдар бар мына өмірде. Сендер мысалға араларында сондай болуы мүмкін, өтіп кетуі мүмкін дін үшін. Бірақ енді
Алладан мысалға жәрдем келгенше, Алланың хақтың үстін болғанша сендер сабыр ету керексіңдер. Алланың хикметі, даналық ол күн болашақты қамтып жатыр. Бұл дін бүкіл әлемге жіберілген дін болғасын, рахым діні болғасын, мейірім діні болғасын. Қазір Алла тағала соның несін түсіндіріп айтады. Енді сол сахабаларға да бірінші кезекте сол сахабаларға жауап береді. Сахабалардың өзі қиналып кеткен кезде пайғамбарымыз: Алланың елшісі, дұға жасамайсыз ба, қиналып кеттік дейді да. Біз қиналып кеттік, дұға жасаңызшы, ұрады, күніге қинайды, азаптайды. Сол кезде сендер, пайғамбарымыз айтқан, асығасыңдар, сендер көп асығасыңдар деп айтқан. Сендерден бұрын өткен қауым деп бүйтіп айтқан. Сендерден бұрын өткен қауым сондай мұсылман, мықты мұсылмандар болған ғой бұрынғы үмметте ше. Олар кәдімгідей жерге көміліп дейді да, жерге көміліп. Сосын мына басы ғана қалған кезінде аралайды екен. Аралап басын екіге бөлсе де, олар дінден қайтқан жоқ дейді. Немесе жаңағында ағашқа таңып қояды да, сосын темір тарақпенен етін сүйегінен ажыратқанша темір тарақпен тарайды дейді. Сол оқиға болды, олар да діндерінен қайтқан жоқ. Ал сендер болса асығасыңдар. Алланың жәрдемі жақын, сабыр етіңдер. Ей Алланың пенделері, мұсылмандар, сабыр етіңдер деп пайғамбарымыз сабырға шақырды. Мысалға, міне сол неге Алла тағала жауап ретінде Меккеде түскен сүре бұл. Міне соған иншалла келеміз қазір. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өте рахымды әрі мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алла тағала серт етіп бастайды, серт етіп. Сосын жаңағы серттен кейін барып жаңағы орды қазып ішіне шоқ толтырған, от толтырған оқиғаны баяндайды. Ол не деген сөз? Яғни бір нәрсені сертпен бастаса, одан кейінгі айтылайын деп тұрған нәрсе өте маңызды нәрсе мұсылмандар үшін. Астын сызып айтып жатыр да Алла тағала. Ғибрат алыңдар деген мақсатта. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өте рахымдар, мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Уәс-самааи зәатил буруж. Шоқ жұлдыздармен безендірілген аспанға серт етейін дейді. Буруж деген шоқ жұлдыздармен безендірілген аспанға серт етейін. Уәл-яумил мауъуд. Уәделі күнге серт етейін дейді. Яғни қиямет күніне. Маңызды нәрселер, әрқайсысы жеке-жеке маңызды нәрселер. Уәделі күнге, яғни қиямет күніне серт етейін. Уәшахиди уә мәшһуд. Куә болушыға және куә болынатын әрбір нәрсеге серт етейін. Куә болушыға және куә болынған әрбір нәрсеге серт етейін. Уәшахиди уә мәшһуд. Сосын барып, Қутила асхабул ухдуд. Әлгі ішін отқа толтырып ор қазған ордың иелеріне өлім болсын. Көзі құрысын, көздері құрыды да дейді. Қутила асхабул ухдуд. Не енді айтып жатыр Алла тағала. Сосын әрмен қарай, ән-нари зәтил вақуд дейді. Ол сондай шұңқыр еді дейді, шұңқырдың іші отқа толтырылған дейді. Ән-нари зәтил вақуд. Изхум алейха қууд, ухум аля ма яфалуна бил муъминина шухуд дейді. Олар сол ордың іші толған, айналасына ордың жағалауына отыратын еді дейді. Қууд дейді. Отырып алып, әрбір мүмин ер мен мүмин әйелді иман келтірген. Діннен қайтасың ба? Қайтпайсың ба? Иманынан қайтасың ба? Қайтпайсың ба? Жоқ, қайтпаймын. Тастаңдар. Тасталып жатыр. Қайтасыңдар ма? Қайтпаймын. Тасталып жатыр. Уахум аля ма яфалуна бил муъминина шухуд. Енді жаңа жерде отқа күйіп азапталып жатыр ғой. Сол азапталып жатқан мүмин ерлер мен мүмин әйелдерге рахаттанып, олар ордың шетінде қарап тұратын еді дейді. Көрдіңіз ба? Мәз болып, рахаттанып, қалай азапталып жатыр деген сияқты. Алла сақтасын. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ол мүминдерден, мүмин ерлер мен мүмин әйелдерден мынау өктем болып тұрған дінсіз кәпірлер, мынау сол кездегі қасында азаптап жатқандар. Олар неге азаптайды дейді оларды? Отқа тастап. Не үшін? Не үшін? إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Мақтаулы болған, барлық мақтау өзіне ғана тән, және еш уақытта жеңілмейтін күштің иесі болған Азиз деген Алланың сипаттары. Хамид, Азиз деген Алланың сипаттары. Сол сипаттарын айтып келіп, сондай жеңілмейтін күштің иесі, мақтаулы Аллаға ғана иман келтіріп, мұсылман болғандықтары үшін ғана азаптап жатыр дейді. Әлләзи лаху мүлкус самауати уал ард. Ол сондай Алла еді, көктер мен жердің мүлкі, патшалығы, иелігі жалғыз өзінде ғана
өзіне ғана тән болған сондай теңдес жоқ Алла еді. Аллаху аля шахид, Аллаху аля күлли шейин шахид. Алла олардың барлық жасап жатқан қиянаттарына куә болып тұруды, куә болып тұрушы дейді. Куә болып тұрушы дейді. Алла көріп тұрмын дейді да. Құтылып кетпейді деген әңгіме ғой. Әрмен қарай жалғастырып жіберейік, және бір 5 минуттай. Инналлазина фатанул муъминина вал муъминати. Сондай жаңағы иман келтіріп, мұсылман болған ерлер мен мұсылман болған әйел мүминдер соларды. Фатан, фитна деген жаңағы қайтасың ба, қайтпайсың ба? Діннен қайтасың ба, қайтпайсың ба? Өлтіреміз сені. Сені жаңағы көзіңді құртамыз, өртейміз, жаңағы дарға асамыз, тасбұран қыламыз деген сияқты нәрселер болды пайғамбарымыз заманында да. Мысалға, қайт діннен, Билал разияллаху анхуды, қайтасың ба, қайтпайсың ба? Қайт, азаптап жатыр, үстіне тас бастырып қойып жатыр, жаңағындай. Сол кезде ахадун ахад жаңағы несіне, өзінің иесіне, қожайынына Алла жалғыз, үстіне үлкен тасты құмның үстіне жатқызып қойып қинап жатыр. Тура мына не дегендей, қайтасың ба, қайтпай? Жоқ, қайтпаймын. Ана жерде жаңа Аммар ибн Ясир деген жаңағы ерлі зайыпты, қайтасың ба, қайтпайсың ба? Жоқ, ең алғашқы ислам дініндегі мысалға шейіт кетіп қалған кісілер ғой, мысалы, ислам дініндегі ең алғашқы ерлі зайыпты кісі. Қайтасың ба, қайтпайсың ба? Жоқ, қайтпаймын. Найзамен түйрейді, мысалы, кетті. Сондай нәрселер болған ғой. Соларды айтады енді. Жаңағы азаптап жатқан. Сол мүмин ерлер мен мүмин әйелдерге фитна жасап, діннен қайтармақшы болып, фитна жасаған, сол азаптап жаңағындай қиянат жасағандар, сүммә ләм ятубу, егер осы сол жасаған қиянаттарынан кейін сол заманда тәубелеріне келмесе дейді. Сүммә ләм ятубу, тәубелеріне келмей, тура жолға келмесе, фәләхум азабу жаханнам ва лахум азабул хариқ. Кесімді үкім кетті. Оларға нақты жаханнамның азабы бар және күйдіруші от азап бар. Хариқ деген күйдіреді. Күйдің жаңа алдында бір уағызымызда айтқанбыз ғой. Бұл дүниенің отынан жаханнамның оты қанша есе артық? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бір хадисінде қанша есе? 69 есе. Тозақтың оты 70 бөлшекке бөлінеді деген. Сол бір бөлшегі ғана дүниенің ыстығы деп айтқан да, дүние отының температурасы 69 есе деп айтқан ғой. Сонда сахабалар айтқан, Алланың елшісі деген ғой. Егер Алла тағала азаптайтын болса, осы дүниенің оты да жеткілікті ғой, шынымен ғой. Жоқ, Алла тағала айтқан, ол жаңағы тозақтың отын 69 есе ұлғайтып жіберген да, еселеген. Яғни азаптың көкесі қияметте болады деген сөз. Алла сақтасын. Инналлазина аману ва амилу солихати лахум жаннатун тажри мин тахтихал анхар. Заликал фаузул кабир. Анау енді иман келтіріп, мысалға, өзін және қоғамды туралау үшін, өзін дұрыстау үшін, қоғамды дұрыстау үшін ізгі амал жасап, сөйтіп иманмен өтіп кеткен кісілер болса, мысалға, дінін, иманын сақтап, әне орға жанып өтіп кетті, мысалға, көз алдыңызда. Олардың ертеңгі жағдай, Алла тағаланың алдында қияметтегі жағдай, лахум жаннатун тажри мин тахтихал анхар. Оларға Алла тағала айтып жатыр, гарантия. Астынан өзендер аққан бау-бақшалардың ішінде жәннатта болады дейді. Жәннатқа кіреді дейді. Ол қиналатын, қайғыратын неме, олар ұтты дейді мысалға. Заликал фаузул кабир. Нағыз жеңіс, нағыз табыс, ұту деген осы дейді. Негізгі мұрат, асыл мақсат мұсылмандардың кімде? Жәннатқа кіру. Заликал фаузул кабир, кабир. Үлкен жеңіс дейді. Табыс сол дейді. Инна батшу раббика лашадид. Не, енді Алла тағала айтады. Раббыңның батыш деген Алла тағаланың шап беріп азаптауды айтады. Шап беріп жазалауды айтады. Шын мәнінде сенің шап беріп жазалау өте қатты дейді. Алла қаласа шап беріп азаптайтын еді оларды. Олардың кегін алып беретін еді дейді. Сол заматта мұсылмандарды қинап жатқан кезінде Алла тағала шап беріп оларды осы дүниенің өзінде жазалап, кегін қайтарып беретін еді дейді. Инна батша раббика лашадид. Иннаху хуа юбдиул ва юид. Ол әр нәрсені әуел баста жоқтан бар қылып жаратқан ол дейді. Иннаху хуа юбдиул ва юид. Қиямет күні қайтадан қайталап жаратады дейді. Ва хуал ғафурул вадуд. Және ол сондай күнәларды кешіруші, өте кешірімді және құлдарын өте жақсы көреді дейді. Ва алатака хадисул жунуд дейді. Саған әскерлердің хабары келген жоқ па? Фирауна ва самуд. Фирғауынның және Самудтың әскерлерінің хабары келген жоқ па? Келді. Олардың
әскерлерін қайттым дейді. Ферғауынның әскерін 100 мың әскер, қанша бәлен 100 мың әскермен Мұса пайғамбарды арқасына қуалап өлтіремін, біреуіңді қалдырмаймын деген кезінде Алла тағала Мұса пайғамбардың несін аса таяғын ұр деп, сол жерде аса таяғын ұрып Қызыл теңіз екіге жарылып аман өтіп кетті. Ферғауын бүкіл әскерімен теңізге батып өлді. Немесе Сәмуд жаңағы, Сәмуд қауымының жаңағы Салих пайғамбар мұсылман иман келтіргендер құтылды да қауымы толығымен жойылды, азабына ұшырады. Алланың шап беріп ұстадым. Сол кезде мұсылмандардың кейін қайтарып берді ме? Алла кейін қайтарып берді, осы дүниеде алып берді. Бірақ Алла тағала айтады, бұл ислам дінінің мақсаты ол емес дейді. Менің мақсатым ол емес, бұл дінді жібергендегі. Көрдіңіз ба? Бұл ислам дінінің мақсаты кек қайтару дін емес дейді. Көрдіңіз ба? Міне жауап енді. Әрбір мұсылманның дін кегін осы дүниеде қайтара берсе, онда бұл дін ислам діні болмай қалады, кек қайтару діні болып кетеді. Көрдіңіз ба? Кек қайтару. Бұл дін адамзатқа мейірім үшін жіберілген. Көрдіңіз ба? Адамзатқа рахым, мейірім үшін жіберілген. Көрдіңіз ба? Бұл дінге келу үшін мұсылмандар тіпті мынандай жағдай болған. Бәдір шайқасында мұсылмандар жеңеді, кәпірлерден біразын естиді, тұтқынға түседі. Мұсылмандар жеңеді Бәдір шайқасында. Сөйтіп тұтқынға түскен адамдарды кеңесіп жатыр пайғамбарымыз. Абу Бәкір айтады, не алайық дейді, төлем алайық. Омар айтады, басын шабайық дейді. Сөйтіп келісіп ең соңында ол жаңа төлем алатынын келіседі. Сол кезде сол төлем алу негізі дұрыс емес екен. Бірақ өлім жазасына кесірілу керек екен де, бірақ Алла тағала әу баста тағдырда шешіп қойған екен де, бұл нәрсе дұрыс деген нәрсені. Көрдіңіз ба? Жибрил періште келіп айтады, сендерге азап азырақ қалды, мына істерің дұрыс емес еді, Алланың әмірін күтпей. Бірақ тағдырда, әу баста тағдырда бұл жазылып қойылған, болашақта халал етіледі, рұқсат етіледі, және олардан жаңағындай олжа алып, тұтқыннан төлем алып, рұқсат етіледі. Ол үкім бұрын бұрынғы қауымдарда болған екен де, басы кесіліп өлім жазасы. Мынау ислам дінінде енді рұқсат етілу. Әу баста тағдырда жазылып қойылған. Міне енді іске асып жатыр. Ал алған нәрселеріңді халал бисмилля жей беріңдер деген Әнфәл сүресіне келеді. Сол кезде Жибрил періштеге айтқан, жақсы, сендер бұл тұтқынды босатасыңдар. 70-ге жақын тұтқын ғой. Бірақ келесі жылы бір шайқас болады, сол жерде сендердің 70-ің шейіт кетесіңдер деген. Сонда таңдау беріледі да. Сонда сахабалар айтқан ғой, егер біз солар дінге келетін болса, араларынан осы 70 қазір болашақта дін келетін, біз осылар үшін ақ өлейік дейді ғой. Осылар тірілу үшін исламда иманға келіп, біз өлейік дейді да. Көрдіңіз ба? Міне, ислам деген осы мына. Адамдардың дінге келіп, мұсылман болып, жаңағындай бейбіт өмір сүру үшін сондай құрбандықтар беріледі. Ал бірақ олардың кегі қияметте қайтарылады. Бұл дүниеде қайтарылмайды. Алланың хикметі, даналығы көп нәрсені қамтығанда, сол үшін мұсылмандар асыға қоймайды. Неге айтпайды, неге бүйтпейді, неге мұсылмандарға жәрдем, неге анау мына деген. Ондай нәрсе дұрыс емес. Мұсылмандар сабырлы, Алланың күмін күтеді, Алланың жеңісін күтеді, Алладан жәрдем күтеміз. Бірақ біз асықпаймыз. Бәрін басқарушы, бәрі меңгеріп тұрған жалғыз Алла. Күллі болмысты арт жағынан қоршап, ар жағынан меңгеріп тұрған жалғыз Алланың өзі. Алладан озып ешкім еш нәрсе істей алмайды. Әу баста бәрі тағдырға жазылып қойылған нәрсе болды. Тек біз иншалла пайғамбарымыздың көрсеткен өнегесі бойынша сабыр етеміз. Ары қаратай жалғастырайын ба? Бітіріп жібересін, иә? Алла тағала өзін айтып отыр да енді. Өте кешірімді және өте құлдарын жақсы. Вадуд деген құлдарын қатты жақсы көреді дейді. Сізге, бізге махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті деген. Міне, осы вадуд деген Алланың сипатын жақсы түсінгенде, махаббатпен жаратқан адамзат сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Вадуд дейді, яғни Алла тағала махаббатпен жаратқан пендесін жақсы көріп жаратқанда вадуд деген сол. Міне, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Зүл арушил мәжид, мақтаулы болған арштың иесі Алла. Фаалун лима юрид, қалаған нәрсесін жасайды. Ла юсәл ама яфәл ва хум юсәлун, одан ешкім сұрамайды Алладан, неге бұлай деп, бәлки олар сұралады дейді. Фаалун лима юрид, Алла қалаған істейді дейді. Ол патша ғой Алла. Хал атака хадисул жунуд фирауна ва самуд балиллазина кафару фи такзиб, бәлки кәпірлер ғана
Алланың даналығын, Алланың хикметін жоққа шығарады, Алланың дінін жоққа шығарады, қасарысады. Аллаху мин варайхи мухит. Ол Алла болса, ол кәпірлердің күллі мынау адамзаттың ар жағынан қоршап алған. Алланың үкімінен, Алланың жазасынан ешкім қашып құтыламайды дейді. Бәлки бұл Құран мәжид, Құран мәжид, ұлы, мақтаулы, ардақты Құран. Фи лаухил махфуз, лаухил махфузда болған бұның негізгі түп нұсқасы. Сендерге сол лаухил махфуздан 23 жыл бойы көшіріліп, аят-аятымен әрбір оқиғаға байланысты 23 жыл бойы сендерге түсірген бұл сондай қасиетті лаухил махфузда болған Құран деп Бұрыш сүресі тәмам болады. Ва ахир дауана алхамдулилlah.